Қойшыбек мүбәрак бері көрші. 7 бөлім. Көке, бақ бір босап кетсе, өздері-ақ көшіп кетер. Итті қойып, қасқырдың өзін тұмырлықтап ұстап алады. Ит дегенің не тәйірі? Өзінің сүт кенжесі жынды бастау болып өскен. Осы 4-5 жылдың алдында ағасы әтей үйленгенде, әтейдің қайынатасы мұның жанындай жақсы көретін құла жорғасы бар еді. Соны қалың малға сұратқан. Құла жорғаны мен мініп жүргеніммен бақ бөрінікі. Алам десеңіз берем ғой. Әтей ағамнан нені аяйын? Бірақ құла жорғаны алғаныңыз бақ бөріні қосып алғаным десеңіз болды. Дегенде шал шалқадан түсе жаздап, ойбай керек жоқ деп березек болған еді. Мұның еркіне салса, бақ бөрді босата салары сөзсіз. Неге екенін кім білсін? Басқа балалардай емес, бақ бөріге осы ұлы тым жақын. Тіпті қасына барып, кейде жантайып жатып, әңгімелесіп отыратындары бар. Тамағын да сол береді. Жуындырғанда да солай. Басқаларын ұрып-соғып жіберетін бақ бөр кейде бұған инттеп те кетеді. Не болса да, Жәми жеңгесінен бір ақыл сұрамақ болып үйден шықты. Бақ бөрдің қасына келіп, жерден көтеріліп, қарын қарағай тақтайдан жасалған сәкенің шетіне келіп отырды. Еменді сықырлатып, арқасын үйкеп отыр екен, өзіне қарай шақырып алып, арқасын қасып берді. Бақ бөр еркек атаулының барлығын жас кәрісіне қарамай ата дейтін де, әйел затының барлығын апа дейтін. Ата, жіп, жіп, байлап алам. Келді, келді, деп ананы бір, мұнаны бір айтып ыржалақтады. Балам, байлауың мықты ма? Шешіліп кетпей ме? Деп сұрады. Кетпеймін, кетпеймін, ата, ата, шешілмейді, деп аяғына кісендеп байлаған матауды неше шешіп, неше байлап жіберді. Бақ бөр бір нәрсеге ашуланып, болмаса қатты ауырып барып, арқанды үзіп кеткенде болмаса, байлауды өзі шешкенімен ешқайда кетпейтін еді. Таңнан қара кешке дейін сол матауды неше шешіп, неше байлап, соны ермек ететін. Кейде бір ши болып, шиеленісіп, шырмақталып қалған арқанды өздері шеше алмағанда бақ бөрге алып келетін. Жалғасы бар.